Армысыздар, 16 сағаттан кейін Алакөл Арайлым пансионатына табан тіредік. Енді спай түрде айтқанда жолдарыңыз сәл нашар екен. Жаманнан бастамайық, жақсы сәттер, қызық сәттер, керемет көріністер бәлкім алда болар. Қазақ туризм Алакөлде. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сәлем достар, Қазақ туризм бағдарламасы өзінің алғашқы саяхатын бастайды. Бұл бағдарламаның басты мақсаты көркі көз сүріндірер табиғатты тамаша әсем жерлерді халыққа таныстыра отырып, ішкі туризмді дамыту. Қайталап айтам, ішкі туризмді дамыту. Қазақ туризм бағдарламасының саяхаттап келген алғашқы жері Алматы облысы және Шығыс Қазақстан облыс аумағында орналасқан Алакөл. Қызықтың бәрі алда. Бізбен бірге болыңыздар. Алакөл, Қазақстандағы Алматы және Шығыс Қазақстан облысы аумақтарын алып жатқан тұйық көлдердің бірі. Жер жәннаты Жетісуда өзендер мен көлдер өте көп. Соның ішінде Балқаштан кейінгі ірі көл осы Алакөл. Моторлы қайық арқылы Алакөлдің әсем көрікті жерлерін көруге болады. Бәлкім камера арқылы кереметтерді сіздерге көрсете алмауымыз мүмкін, дегенмен осы әсем көрікті жерлерді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Алакөл теңіз деңгейінен 247,3 метр абсолюттік биіктікте орналасқан. Алакөлдің орталық тұсында үлкен, кішкене, Аралтөбе секілді тағы басқа аралдар бар. Сонымен қатар аумағы 20 000 гектардан асатын бұл өлкеге денсаулығын түзеткісі келетіндерден басқа теңдесі жоқ көлден шомылу мен балық аулағанды ұнататындар келеді. Алакөл емдік қасиеті өте мол ағынсыз су қоймасы. Мұндағы арқаның қуаң даласындағы құрғақ ауа теңіз бетіндегі дымқыл ауамен араласып, жағасындағы адамдарға жағымды әсер береді. Көл суында минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық элементтерге бай болғандықтан, судың денсаулыққа пайдасы медицинада дәлелденген. Шипалы су ыстық көлдің суынан да жылы. Туризм бұл аймақта соңғы жылдары қарқынды дамып келеді. Сонымен қатар Көктума, Қабанбай ауылдарында демалыс аймағы саналып, туристік қызметтер ұсынылып келеді. Ерасыл есімі бұл ауылға өте таныс, себебі Ерасыл Қарагерей Қабанбай батырдың азан шақырып қойған есімі. Бізге тұрақтаған Алакөл Арайлым пансионаты да дәл осы Қарагерей Қабанбай батыр ауылында орналасқан. Қабанбай батыр Үржар аудандағы Барлық тауында 1691 жылы дүниеге келген. Біз келіп тоқтаған бұл демалыс орны Алакөл Арайлым. Ішкі туризмді дамыту мақсатында құрылған. Бұл пансионат осы өлкенің туристік және курорттық аймағын дамытуда. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. 2013 жылы құрылған бұл пансионат туристер мен қонақтар үшін қызмет атқаруда. Маусым, шілде айларында бұл пансионатқа жыл сайын елімізден бөлек Ресей, Түркия, тағы басқа шетелдерден көптеген туристер келіп тұрақтайды. Пансионат Алакөлден 500 шақырым жерде орналасқан. Келген қонақтың көңіліне шығуға тырысатын бұл пансионат асханасында 6 категориялы аспаздар жұмыс атқарып, 3 мезгіл ас әзірлейді. Сонымен қатар пансионат демалушыларға 3 түрлі жатын орындарын дайындаған. Қызметі мен сапасына қарай бағасы да әртүрлі. Бұл демалыс орнына келген қонақтар мен туристерге жоғарғы деңгейдегі қызметтер көрсетілуде және де осындай арнайы жабдықтармен қамтамасыз етілген. Алакөл Арайлым пансионаты жайлы толығырақ ақпарат бере өтсеңіз. Алакөл Арайлым пансионатын 13 жылдан бастадық. Содан бері ақырындық жұмыстар істеп келе жатырмыз. Қазір шүкір тәуба 27 нөміріміз бар. Люкс, полулюкс, стандарт. Барлық жағдайы бар, шуақ тамағы бар. Ақырын істеп жатырмыз. Енді бұйырғаны болар деп ойлаймыз әлде. Пансионатта демалушылар үшін барлық жағдай жасалынған. Ою өрнекпен көмкерілген жазғы демалыс орны мен балалар үшін жасалған ойын алаңдар мен шағын бассейндер бар.
Қазақ туризм бағдарламасының басты демеушісі Қазақ Интернешнл холдинг компаниясының президенті Марат Мәулен мырза. Жалпы Марат аға, осы қазақ туризмді қолға алуыңызға не түрткі болды? Негізі Қазақстанда туризмнің өте керемет мүмкіншіліктері бар. Бірақ табиғаттың қандай керемет, жақсы, ыңғайлы климаттардың барлығы бола тұра бізде сервистің болмауы Қазақстанда туризмнің дамуына кедергі болып жатыр. Ішкі туризмді дамыту мақсатында шетелден туристер алып келу және сонымен бірге Қазақстанның халқын ішкі туризмді, ішкі табиғатымызды таныстыру мақсатында осындай турлар ұйымдастырып отырмыз. Жалпы сіз осы қазақ туризм бағдарламасының алғашқы бастамасы ретінде осы Алакөлді алып отырмыз. Бұған не себеп болды? Бұл біріншіден демалу, екіншіден емдік қасиеті бар деп Алакөлді таңдаған жағдайымыз бар. Өте керемет су, бүкіл туристеріміз өте көңілді, көңілдеріне шығып жатыр. Жалпы қазақ туризм бағдарламасынан осы жарыққа шығуына түрткі болдыңыз. Алдағы мақсатта қандай ойларыңыз бар осы қазақ туризмді дамыту мақсатында? Қазақ туризмді дамыту мақсатында біз қазір мынау Балқаш, Қапшағай, одан кейін мына Шардара сияқты жерлерді жаз мезгілінде көрсетсек, келешекте таулар, тастар, ормандар, мысалға үлкен пикниктер жасау, мынау оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Шымкент, Тараз, мысалға сол төңіректерде қазір турлар ұйымдастырамыз деп ниет қылып жатырмыз. Рахмет, осындай қазақ туризмге жаныңыз ашып, барынша көмектесіп жатқаныңызда қазақ халқы осындай азаматтарды білу керек деп ойлаймыз. Естуімше Алакөлде армандар орындалады. Бар болғанда көлге қарап тұрып, арманыңызды айтсаңыз болды. Егер де жағаға толқын соқса, арманыңыз міндетті түрде орындалады. Енді қазақ туризміне үлесін қосып жатқан Алакөлдің қонақтарынан сұхбат алсақ. Алакөлдегі демалыс күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Біздің демалысымыз өте күшті өтіп жатыр. Біз жыл сайын осы Алакөлге келеміз. Өйткені шипалы ғой, денсаулыққа пайдалы. Жыл бойы жұмыс істеймізді. Осы жаққа келіп, стрессімізді шығарып демаламыз. Рахат. Жалпы Алакөлге бірінші рет келіп тұрсыз ба? Жоқ, былтыр келгем, биыл екінші рет келіп тұрмын. Қай қырымен сіздің көңіліңізден шығып жатыр? Бәр жағынан жақсы. Басқа елге барғанша өз еліңде, қанша ақша кетсе де өз еліңде кеткен дұрыс қой. Жалпы көрініп тұр қазақ туризмді қолдайтыныңыз, ендеше қазақ халқын осы Алакөлге бір ауызбен шақырып өтсеңіз. Енді Алакөлге келіңіздер, демалыңыздар, елімізді дамытайық, өркендесін. Егер де нағыз адреналинді сезіңіз келсе, Алакөлдің жағасында осындай ракеталар бар. Құны қолжетімді 2000 теңге. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазақ туризм Алакөлде. Мінеке, дәл осындай керемет сезімді қазақ туризмнің журналистері де сезінген болады. Егер де сіз сезінгіңіз келсе, Алакөлдің жағажайына келіңіз.